Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздер мен Нәргиза. Бүгін мен сіздерге ерекше тіске басар дайындау жолымен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге бір таза ыдысымызға 500 грамм печеньені салып, қолымыздың көмегімен жақсылап майдалап аламыз. Қаласаңыздар, үйлеріңізде қалып кеткен, балдарыңыз жемеген печеньелерден пайдалансаңыздар да болады. Сол өздері жемей қойған печеньелерді қазір біз өздеріне дәмді етіп қайттан жедіретін боламыз. Енді керек жаңақтарымызды алып, пышақ көмегімен жақсылап майдалап шығамыз. Печеньеға араластырып жүрсек, печеньеміздің дәмін керемет етеді. Бір таза ыдысымызды алып, іші құрғақ болу керек. Оған шекерімізді, какаоамызды, кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған араласпамызды 300 грамм сүтімізге салып, жақсылап араластырып, астын отқа қоямыз да, араластыруды тағы да давам еттіреміз. Қайнап шыққан кремді печеньенің үстіне құямыз да, жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Дайын болған араласпамызды пергамент қағазын жазып, сол пергамент қағазына жақсылап салып аламыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап фигура шығарамыз. Осы пергамент қағазына жақсылап орап, холодильникке 5 сағатқа жібереміз. Ол арада біз бір шоколадымызды алып, жақсылап майдалап, ерітіп дайындап аламыз, ганаш дайындаймыз. Ерітілген шоколадымызға 50 грамм сары майды қосып жеп, жақсылап араластырып, үстіне орехімізді салып, енді тәттіміздің үстіне безетеміз. Ганашымызды сөөп болып, тағы да 1 сағатқа холодильникке жібереміз. 1 сағаттан соң алып, кесіп, дастарханға тартсаңыздар болады. Ас болсын, сіздер де жасап, балдарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Достар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін 1 минуттық іс, ал мен үшін үлкен көмек болады. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.